Қала күніне орай ұйымдастырылған Балқаш тарихы айдарымызды жалғастырамыз. Бүгін 40 жылдан аса ұстаздық еткен Қабыл Байдағұловпен тілдесіп қайттық. 85 жастағы қария сұрапыл соғыстың кезінде қалай мектепке барғанын, ол уақытта қандай қиыншылықтар болғанын баяндады. Әрі өзі мұғалім болып қызмет еткен жылдардағы білім жүйесіне тоқталды. Қарияның естеліктерін бірге тыңдайық. Бірінші классқа барған уақытта бізді қазіргідей ата-аналар алып бармайды. Ол кезде өзіміз ақырына ойнап жүрген бала советте кеттік мектеп бір жолдас бала келіп, екеуміз кәдімгі қазақ мектебі, қазіргі политех не торговый школа болып тұр ғой. Мен сол жерге бардық. Ол кезде баратын уақытта қолымызда не бір қаламсап, не бір карандаш, не бір тарақ қағаз жоқ. Бір жолдас баланың үйінен набережный поселок дейді, сол кезде анау қазіргі тұрған 10-шы мектептің маңында. Сол жерден бір үйге кіріп, бір тарақ қағаз алдық. Содан кейін бір кішкентай карандашты екіге бөліп, әлгін дайындап алдық. Сөйтіп мектепке бардық. Сол мектептен бірінші класстан бастап 10-шы классқа дейін сол мектеп мен өзім оқып бітіргенде, ол мектепте жабылып, мынау қазіргі исполком бар ғой, Гарано, соған қарта ауыстылар. Сол кездегі трестің бастығы Василий Иванович Язов деген үлкен адам болатын. Ол кісі енді атақты герой соцтруда болған адам. Сол кісі мені құрылысшы боласың, Ленинградқа оқуға жіберем деген жерінен айтқаны көнбей, Алматы педагогика институтына кеттім дағы, сол жерден оқуды бастадым. Мен сол мамандығым физика өндіріс мамандығы болды. Сол бойынша осы қайтып келіп, екінші мектепте, қазір 21-ші кварталдағы екінші мектепте мұғалім болып істей бастадым. 18 жылдай жұмыс істеп болып, содан сол екінші мектептен оқу өндіріс УПК дейді, соған директор қылып мені тағайындады. 14 мамандық бойынша балаларды бұлай мамандыққа үйрете бастадық. Оның ішінде барлығы бар. Шоферлық бар, автослесарлық бар, автоматчиктер бар, секретар машинистка дегені бар, швей қыз балалар. Содан кейін садовод деген мамандық бойынша қазіргі мына біздің әлгі 6 этажды бәліністің 4-ші этажында бір талай кабинеттерді біз ремонт жасап шкатүрлеген болатын біздің балалар. Қала қазір күн санап өте әдемі болып, тамаша болып келе жатыр. Бір кездегі біздің мынау Капай көріптен ғана рабочий поселкадан шықсақ, енді қазіргі уақытта қаладағы үлкен зәулім тамаша үйлер, барлығы да көшесі қандай тамаша. Мынау двореціміздің алды қазіргі уақытта тіпті адам баласы ол жерден шықпайтындай тамаша алаң болды.